құрметті қалайық, Құдай сіздерді жарылқасын. Құрметті бауырластар, сіздерде Құдайдың амандығы мен тыныштығы болсын. Құдайдың сөзі ол Құдайдың өзі. Аумин. Біздер әрқашанда Құдайдың сөзінен тойынуымыз керек. Құдайдың сөзін өзіміздің жүрегімізге әрқашанда сіңіріп алуымыз керек. Өйткені Құдайдың сөзі ол біздерге дәрі, ол біздерге ем, ол біздерге Құдайдың қолдауы. Құдайға шүкір, біздер киелі кітаптан Захария жазған ізгі хабар, Захария пайғамбар жазған ізгі хабар. 4-ші тарау 6-шы аяттан оқиық. Жаратқан ие Зарубабелге арналған сөзі мынау: күш қуатпен емес, билік күшімен емес, тек менің рухыммен ғана табысқа жетесің, деді әлемнің иесі. Көрдіңіздер ме? Біздер ешқашанда адамдарға, кісілерге, басшыларға үміттенбеуіміз керек. Біздер Құдайға үміттенуіміз керек. Өйткені Құдай осы әлемді жаратты. Осы әлемдегі әрбір тіршілік ол Құдайға бағынышты. Біздер әрқашанда Құдайға қарауымыз керек. Өйткені Құдай біздерге күш қуат береді. Құдай біздерге өмір берді. Құдай біздерге сол өмірдің күнделікті сағатын, күнделікті минуты, секунды Құдайдан. Біздер әрқашанда Құдайға қарап айтуымыз керек. Құдай, мына киелі кітабында жазылғандай, сен маған жарылқауларды дайындап қойғансың. Сен маған әрқашанда сол жарылқауды үстіме әрқашанда үйіп төгіп бересің. Әрқашанда мен қамбаларым тола, әрқашанда мен саған рахмет айтудамын деп, әрқашанда біздер Құдайға алғысымызды білдіруіміз керек. Өйткені Құдай айтады: мен сіздердің жауларыңыздың алдында сіздерге дастархан жаямын дейді. Құдай ол біздерге айтпайды адамдармен жауласыңдар деп. Құдай айтады: сен маған бағынышты болсаң, сен жүрегің сүйіспеншілікке тола болса, сонда сен жеңілпаз боласың. Сен кешірімді болсаң, сен адамдарды, айналаңдағы адамдарды жарылқап, соларға өзінің қолынан келген көмегіңді көрсетіп, соларға мені көрсете алатын болсаң, Иса Масихты көрсете алатын болсаң, оның сүйіспеншілігін, оның даналығын көрсете алатын болсаң, сонда сен жеңілпазсың дейді. Біздер ешқашанда өзіміздің күшімізге, өзіміздің жақын тума-туыстарымызға, я болмаса басқа адамдарға тіреніш істемеуіміз керек. Олар да адамдар. Әрдайым сол адамдарға сыйынып жарылқауымыз керек. Өйткені біздің жарылқауымызда, біздің Құдай берген жарылқауымызда үлкен күш бар. Неліктен Дәуіт пайғамбар ол әрқашанда жаңағы жауынгер болып жаулап алып жүрді. Өзінің жеңістерін көрсетіп жүрді, паш етіп. Ол Құдайдың алдында би билеп, Құдайдың алдында Құдайды мадақтап жүрді. Өйткені Құдай оған сондай жеңілпаздық рух берді. Ол өзінің қой бағып жүргенде, жаңағы әкесінің қойларын бағып жүргенде, оған аш арыстандар келіп, жаңағы қойларды жыртқыштар келгенде, аюлар, қасқырлар, сол жасөспірім бала Дәуіт пайғамбар, болашағында Дәуіт патша болған. Ол сол арыстандарды, аюларды қолымен ұстап алып, жаңағы жақтарын айырған. Неліктен? Өйткені ол өзінің күшіне емес, Құдайдың күшіне, Құдайдың даналығына, Құдайдың күш қуатына үміттенді. Көптеген соғыстарда оған жаулар қарсы шыққанда, ол ешқашанда жеңіссіз келген жоқ. Өйткені Құдай оған жеңістерді берді. Біздің өмірімізде де көптеген Голиат сияқты үлкен таулар тұрады. Сол Голиатты, филистимлік Голиатты, Дәуіт таспен маңдайына тас жіберіп, үлкен дәу, өзінен 100 есе күшті адамды ол жеңіп шықты. Неліктен?
Ол өзінің күшіне сенген жоқ. Ол айтты: "Мен Құдайдың күшімен саған бара жатырмын. Мен Құдайдың күшімен сені жеңіп аламын. Өйткені сен Құдайдың халқына тіл тигіздің. Сондықтан Құдай маған күш қуат беріп, Құдай мені қолданады, сені жеңіп шығуға" деді. Егер де біздің өмірімізде бір қиыншылықтар болса, сен ешқашанда сол қиыншылықтарға мойынсынба. Ешқашанда жылап қайғырма. Өйткені Құдай саған күш қуат береді. Сен егер де Құдайға сенсең, Құдай саған әлбетте күш қуат беріп, сол қиыншылықтарды жеңуге, сол үлкен ғалияттарды жеңіп шығуға ол саған күш қуат береді. Өйткені Құдай ол біздің жүрегімізде, ол әуел баста біздерді жеңілпаз қылып қойған. Ол әуел баста біздерді жарылқап қойған Құдай. Анамыздың құрсағында жатқанда біздерді сондай сүйіспеншілікке толтырып, біздерді өзінің махаббатына толтыратын Құдай. Ол біздер үшін айқшағашқа барды, жеңілпаз болып. Ол сол өлімнің күшін жеңді. Кетердің алдында, көкке кетердің алдында шәкірттеріне 28-ші тарау Матай жазған ізгі хабарда жазылып тұр: "Мен сіздерді жалғыз қалдырмаймын" дейді. "Өйткені мен сіздерге өзімнің киелі рухымды тастап кетемін" дейді. Киелі рух ол сіздермен бірге болады әрдайым дейді. "Мен келгенше сіздердің жұбаныштарыңыз бар" дейді. Ол киелі рух. Біздер әрқашанда киелі рухпен тілдесуіміз керек. Әрқашанда мықты болуымыз керек. Біздер өзіміздің күшімізге, я болмаса басқа адамдардың күшіне сенбеуіміз керек. Біздерді Құдай шығарады әрбір қиыншылықтан. Әрбір ауруды біздер жеңіп шыға аламыз Құдайдың рухымен. Біздер ешқашан шаршамаймыз. Өйткені Құдай біздерге әрқашанда жеңілпаздық рух беріп, әрқашанда жарылқайтын Құдай. Құдай сіздерді жарылқасын. Құдай сіздерге ақ бата берсін. Құдай сіздерге қуаныш берсін. Құдай сіздерге жеңілпаздық туды қолдарыңызға ұстатты. Әрдайым Құдайдың күшіне толып, Құдайдың сүйіспеншілігінде жүріңдер, бауырластар. Иса Масихтың атынан, аумин.